27 қаңтарда жоғары сот кеңесі құқықтың жекелеген салаларындағы мамандар үшін облыстық соттар судьяларының 11 бос орнына конкурс жариялады. Мұндай конкурс алғаш рет 2022 жылы өткізілді. Оның қорытындысы бойынша салық, қаржы және зияткерлік меншік құқығы саласындағы 2 маман аудандық деңгейден өтпей-ақ бірден Астана қаласының сотының судьялары болып тағайындалды. Ағымдағы жылы конкурс келесі бос лауазымдарға жарияланды. Астана қалалық сотында, Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Абай облыстық соттарында бір бос орнынан. Және де Алматы қалалық сотында, Ақмола және Ұлытау облыстық соттарында. Бұл конкурсқа кім қатыса алады? Бұл конкурсқа жоғары заң білімі, заңгерлік өтілі 15 жылдан кем емес, медициналық куәландырудан өткен, жоғары моральдық адамгершілік қасиеттерге және мінсіз беделге ие, сондай-ақ құқықтың тиісті салалары бойынша мамандандыруды растайтын жұмыс өтілі кемінде 5 жыл болған үміткерлер қатыса алады. Бұл ретте арнайы конкурс шеңберінде үміткерлер тек қана өзара бәсекеге түседі. Бұл конкурста қазіргі таңда жұмыс істеп жүрген судьялар қатыспайды. Конкурстық іріктеуге қатыспас бұрын үміткерлер өз аймақтарында қоғамдық кеңестердің қорытындыларын алады. Соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі бұл кеңестер бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен, заң қоғамынан, орнынан түскен судьялардан және өңірдің басқа да қоғам қайраткерлерінен тұрады. Сондай-ақ кандидаттарды судьялар қоғамдастығының органдары облыстық соттардың жалпы отырыстарында қарайды. Осылайша үміткерлер тиісті ұсыныстарды жергілікті жерлерде, сонымен қатар өздері қатысуға үміт білдірген соттарда алады. Осындай конкурсқа қатысу үшін қандай құжат ұсыну қажет? Бұл сауалнама, жеке куәлігінің көшірмесі, білімі туралы дипломның куәландырылған көшірмесі, жұмыс тәжірибесін растайтын еңбек кітапшасы, денсаулық жағдайы туралы анықтама. Істердің тиісті санаттары бойынша сот өкілі ретінде үміткердің сот процестеріне қатысуын растайтын сот актілерінің көшірмелері, жылына кемінде 5 сот отырысына қатысу қажет. Ғылыми және оқытушылық қызмет тәжірибесін, сондай-ақ тиісті құқық салаларында маманданудың болуын растайтын өзге де құжаттар. Бұрын судья қызметін атқарған үміткерлер жұмыс көрсеткіші туралы анықтама ұсынады. Конкурсқа қатысуға жіберілген кандидаттар оңтайландырылған біліктілік емтиханынан өтеді. Оған 5 стандартты емес, тек 2 кезең тұрады. Психология тестілеу мен кейстік міндеттерді шешу. Біліктілік емтиханын тапсырғаннан кейін үміткерлер конкурстық комиссия мүшелерімен сұхбаттасуға жіберіледі. Бұдан әрі кандидаттарды арнайы компьютерлік бағдарламамен кешенді бағалау жүргізіледі. Онда біліктілік емтиханы мен сұхбат нәтижелері, кандидаттардың ғылыми дәрежесінің болуы, заң мамандығы бойынша өтілі, аймақтардан алынған 10 қорытындының болуы ескеріледі. Қоғамдық пікірді зерделеу үшін кандидаттардың деректері кеңесінің сайтында орналастырылады. Осылайша жұртшылық әрбір кандидат туралы өз пікірлерін қалдыра алады. Бұдан басқа кандидаттар туралы мәліметтердің болуы тұрғысынан әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында мониторинг жүргізіледі. Сондай-ақ кеңес мүшелері әрбір кандидатты оларды әкімшілік құқық бұзушылықтар жасауы, судья қызметіне тағайындауға кедергі келтіретін мәліметтердің болуы тұрғысынан бағалайды. Барлық жиналған ақпаратты ескере отырып, кандидаттар конкурстық комиссияның және жоғары сот кеңесінің отырыстарында қаралады. Онда судьялық лауазымдарға ең мықты үміткерлер талқылау және дауыс беру арқылы іріктеледі. Кеңестің құрамына барлық деңгейдегі судьялар ғана емес, академиялық қоғамдастық, адвокатура өкілдері, парламент сенаты мен мәжілісінің депутаттары, бас прокурор және жоғарғы сот төрағасы кіреді. Жоғары сот кеңесі судьялардың бос лауазымдарына кадрларды конкурстық негізде алқалы түрде іріктейді. Бүкіл іріктеу процедураларының ашық және айқындылығы негізінде азаматтар кез келген үміткер бойынша өз пікірлерін кеңеске жолдай алады. HR технологияларды қолдануға негізделген судья кадрларын іріктеудің қазіргі тетігі қажетті білімі, дағдысы, моральдық психологиялық қасиеттер жоқ тұлғаларды сенімді түрде алып тастайды.
Жоғары сот кеңесінің ұсынымын алғаннан кейін іріктелген кандидаттар стандарттық конкурсқа қарағанда бір айға ғана созылатын тағылымдамадан өтеді. Кандидаттардың тағылымдамадан өту кезеңінде оларға қатысты арнайы тексеріс жүргізіледі. Судьялық қызметке тағайындауға кедергі келтіретін негіздер болмаған жағдайда қызметке тағайындау туралы жарлықтың жобасы президентке қол қою үшін енгізіледі. Конкурс туралы толығырақ кеңестің сайтында судьялар лауазымына арналған қолданыстағы конкурс бөлімінен білуге болады.